Дін қайраткері жазушы Халифа Алтайды білмейтін қазақ кемде кем шығар. Ғұлама ғалым, діни ағартушы ұстаз Халифа Алтай Ғақыпұлы 1917 жылдың 18 желтоқсанында Шығыс Түркістан аймағы Шіңгіл ауданының Жарынты өзенінің бойында дүниеге келген. Сауатын алғашында әкесі Ғақып Қаракеленұлынан, кейін ауыл молдасынан ашқан ол бүкіл өмірінің бастапқы кезеңі қуғын сүргін көші-қон азаптарымен өтсе, кейінгі ғұмырында діни ағартушылық, имандылық бағытында өнімді еңбек еткен. Ғұлама Халифа Алтайдың Алтайдан ауған ел атты кітабына қысқаша түсінігімді айта кетейін. Халифа Алтайдың ол кітабында бірінші бастапқы жазылғаны Алтайдан ауған, Қытайдан теперішке ауған ел туралы, Алтайдан Кашмирге дейін Тибет арқылы 3 жылда қашып өтеді. Оның артынан бұл кісінің біздің Құран кітабымызды қазақ тіліне аударып берген, сол туралы өте қызықты, дәлелді мәліметтер көп. Бұл кітаптың негізгі мақсаты жас ұрпақ өкілдерін отаншылдыққа тәрбиелеу, патриоттық рухта баулу және туған жердің қадірін түсінуге бағытталған. Сіздерді Халифа Алтайдың Алтайдан ауған ел кітабын оқуға шақырамыз.